Асканур каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен қытырлап тұратын маринадталған капуста жасайтын боламыз. Ол үшін сіздер менің каналыма лайк басып, подписка жасап, қолдап кетсеңіздер болады. Енді бұған не керек? Бұған бір қырыққабат, бір қызылша, бірнеше сарымсақ қажет болады. Қырыққабатымызды, яғни капустамызды осылай бірнеше бөлікке, видеода көрсетілгендей етіп, торт-бұрыштап бірнеше бөлікке бөліп аламыз. Келесі бір қызылшамызды ортасынан бөлеміз де жалпақтау етіп, жұқа етіп, видеода көрсетілгендей етіп турап аламыз. Келесі сарымсақты да видеода көрсетілгендей жұқалап, жалпақтау етіп кесіп аламыз. Енді барлығын турап алғаннан кейін, дайындап алғаннан кейін бір ыдысымызға слой-слой ғып, яғни бірінің үстіне бірін салып аламыз. Яғни бірінші қырыққабатымызды, одан кейін қызылшамызды, одан кейінгі сарымсағымызды салып, үстінен осылай қайталап салып шығамыз. Енді маринад дайындайтын боламыз. Яғни бір ыдысқа 1 литр ыстық суымызды құямыз. Оған 2 ас қасық тұзымызды саламыз. Сосын оған 100 грамм қантымызды саламыз. Оларды кішкене суда ерігенше араластырып аламыз. Сосын оған перец горошек, 3-4 лавровый лист, және оған 100 мг сұйық майымызды құямыз. Сосын 100 мг яблочный уксусымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз да, дайындап алған капустамыздың үстіне құямыз. Сосын бұның үстіне, яғни видеодағыдай етіп, көрсетілгендей етіп құйып алғансын, оның үстіне тарелкамызбен жауып, тарелканың үстіне баклажкаге немесе бір ыдысқа су құйып, престеп, холодильникке 3-4 күнге қоямыз. 3-4 күннен кейін, келесі күні де жей беруге болады, бірақ 3-4 күннен кейін жесеңіздер өте дәмді болып шығады, ас болсын.